Баршаңызға сәлем. Бүгін біз духовкада піскен пирожки дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар қант, сүт, жұмыртқа, май, ұн, дрожж және тұз. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. Үстіне қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Және де дрожжымызды салып, араластырып, 10-15 минут шамасында бетін жауып қойып қоямыз. 10-15 минут өткен соң көтеріледі. Сол кезде үстіне жұмыртқамызды салып, еріген майымызды салып, араластырамыз. Үстіне керегінше ұнымызды саламыз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығу керек. Жұмсақ қамыр болса, пирожкимізде өте жұмсақ мамықтай болып шығады. Қамырымызды иілеп, көтерілгенше 1-1,5 сағаттай бетін жауып қоямыз. Картошкамызды пісіріп алып, пиязымызды майдалап тураймыз. Қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картошкамыз бен пиязымызды езіп, үстіне дәміне қарай тұз және қара бұршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды осылайынан бөліктерге бөліп, 10-15 пирожки менде шықты. Барлығын осылайынан әдемілеп домалақтап алып, домалақ етіп жайып, ішіне салмамызды салып, бүгеміз. Барлығын дайындап алған соң, үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Осы дайын болған пирожкимізді 10-20 минуттай 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады.